Мен жақында осы көкөайының басында Правда от каната СССР деген сайттан бір қорқынышты жаңалық естідім. 1920 жылы 23 июнь күні ұлт комиссариаты Сталин мемлекет басшысы Ленинге хат жолдапты. Онда Қазақстан және Түркістандағы жағдай туралы деп аталады екен хат. Владимир Ильич, мен сізге мынандай жағдайды хабарлаймын дейді. Мына Қазақстанда, Азияда басмашылар бас көтеріп жатыр. Мына Қазақстандағы халық айтқаныңа көнбейді. Сенің саясат дегеніңді білмейді. Надан, артта қалған ауыл болып жүреді, байлар мен билерге бағынады. Бұларға өте қатаң жаза қолданбайынша, бұлар бұған тоқтамайды. Ақылын тыңдамайды. Сондықтан бұларды тоқтату үшін қатаң жазалау керек. Соған рұқсат етіңіз дейді. Бұл тілдің ешқайын айтқаныңа көнбейді. Бұлардың байлардың бәрін көзін құрту керек, басқа жаққа аудару керек деген мәселені айтады. 6 күннен кейін 29 июнь күні кім Сталинді қабылдайды? Ленин. Хаттың бұрышына басына келісемін дейді. Не қояды? Бұрыштама. Бірақ аса қатаң жазалауға қарсымын. Басшыларын жазалауға, бірақ халықты қырып жоюға болмайды ғой. Соны жеке кездескенде Сталинге айтады. Сталин бұл айтуға көнбейтін нәрсе. Біздің оларға келісіммен жасап бұлай жасауға болмайды. Өйткені бұл қайта бізге қарсылықтың сол ошағы болады. Сол жерден шыға береді. Бұны бір жолата құртпайынша бұл тоқтамайды дейді. Жоқ, олай істеме. Мына басмашыларыңды құрт, қарсы болғандарын құрт, бірақ қара халыққа тиіспеуің керек дейді. Сталин амал жоқ, кетеді, бірақ сол саясатты өлгенше жүргізген екен. Оны 30-шы жылы, 34-ші жылы, 38-ші жылы, 48-ші жылы, ең соңы 52-ші жылғы ноябрьде жазған осы пікірлерінен негізгісін айтайын. Өкіметтің жиналысы болады, экономикалық мәселелер бәсін қарайды. Соның бәрінде де Сталин ылғи жеке мінезін қосымшаға жазып отырған. Қазақстан жайындағы жағдай деп. Экономикалық жағдай. Бұлай деген жазуы бар. Бұл шама 30-шы жылғы жазбасында. Қазақстандағы жағдайды түзету үшін ондағы қазақтар бұл жерде жерге әшейін қолдан жасалған мемлекет, ондай мемлекет бұрын соңды болмаған дейді. Қазақтар сол жерді мекендеген осы жерді қазақтардан алу керек дейді. Алғанда о жақты бір жаққа көшіре алмайсың, өзінің жерінде оларды аз халыққа айналдыру керек дейді. Ол үшін орыстарды қоныстандыру керек, басқа халықтарды қоныстандыру керек, және қоныстанған халықты таратып жібермеу керек дейді. Шоғыр қылып орналастыру керек. Сонда қазақтар орыстарға дейін емес, анау көшіп барған қоныстанғандармен арасында әртүрлі әрекет туады, үйтеді, оның бәріне бетімен жіберу керек дейді. Және мына байлардың бәрін көзін жою керек дейді. Олардың малдарын бәрін тартып алу керек, басқа жер аударып жіберу керек. Олардың балаларының бәрін интернетқа беру керек дейді. Интернетқа жіберіп, оларды орыс мектебіне беру керек. Орыс мектебінде оқыту керек. Сөйтіп, қазақ тілін бірте-бірте жою керек дейді. 34-ші жыл жиналыс ашады. Жиналыс ашқанда бүкіл республиканың басшылары қосылады. Оларға айтады, Қазақстанның болашағы жайындағын айтады. Бұларға 48-ші жылғында да айтады. Кадрлар жайында айтатын бар сонда. Қазақстанға басшылардың бәрін, бірінші басшылардың бәрін орыстан қою керек дейді. Облыста бәрінде. Ал енді кейбір жерлерде қазақ қоятын болса, оның екіншісі орынбасары қылып орыстарды жіберу керек. Олар не істеп отырғанын біз біліп отыруымыз керек дейді. Және
бұлардың жеріне украиндықтарды, орыстарды, басқа халықтарды көшіру керек дейді. Сонда өз жерінде бұларға аздық жасау керек, аз халық жасау керек дейді. Орыс тілінде, тек қана орыс тілінде, іс қағаздардың бәрі орыс тілінде жүру керек. Қазақ тіліндегі өздерінің ауылында сондай сөйлейтін ғана тіл алып құру керек дейді. Ақырын бір 30-40 жылдың ішінде өз жерінде қазақтарды азшылық жасап, орыс халқы көбейту керек. Көбейткен халық ар жағын өзі алып кетеді дейді. Содан 34 жыл болу керек. Республиканың басшылары қатысқан үлкен жиналыс болады. Сонда мәселе экономиканың бәрін қараған болады. Жаңағы Ленинге жазған хатының бәрін Сталиннің соншалықты қазақты неге жек көргенін еріксіз ойланасың. Бұл неге жек көрді екен қазақты деп, оған не істеп қойды деп ойлайсың ғой. Сонда бұл осыны басқалар біліп қоймасын деп машинкаға бастырмайды. Машинкаға басса ол басқаның екінші данасы болады, тарап кетуі мүмкін ғой. Өз қолымен жазады Ленинге хатын. Сол күйінде сақталған екен бұл хат. Өзінің қолымен ғана жазған. Ана бұрыштаманы Ленин өз қолымен қойып, соның алғы мен негізгісімен келісімін деген екі қызыл қарындашпен сызып қойыпты. Қалғандарын басқа қара халыққа тиме дегенге мән бермейді. Главным согласен дегенін ғана бағыт қалған ғой. Сонда жаңағы экономика бәрі жиналыстан кейін қосымша құпия жиналыс өткізеді ғой. Сонда айтады, Қазақстандағы жағдайда біздің негізгі мақсатымыз дейді, бұл Қазақстандағы халықтың бәрін орыстандыру керек. Орыс тілінде тұру. Сонда бұлар келіп, орыс тілді қазақстандықтар болады. Өз төресінде отырып, олар орыс халқына не болмаса, бұларды ақырын ресурстарға қосу керек бірте-бірте. Мына қоныстанған адамдарды апарған бәрін негізінен солтүстік Қазақстанға орналастыру керек дейді. Шашпай. Солтүстік облыстарға орналастыру керек дейді. Содан кейін өстіп біз қазақ халқының тілін азайтып, оның өздегі қатынасы басқа халықтардың пайызын азайтқаннан кейін, ол біздің мәселе шешіледі дейді. Қазақстанды шешкеннен кейін осы мәселені басқа республикаларда жүргізу керек дейді. Сөйткеннен кейін осындай дегенде бір республиканың басшылары тұрып қол соғады. Орнынан қол соғады. Біздің басшымыз Мирзаян тұрып, Иосиф Сталиннің айтқан осы нұсқауын жүзеге асыруға ант беремін деп тұрып сөйлейді. Соның бәрі мына сақталған. Қазір Ресейдің архиві көп нәрсесі ашылып жатыр, толық ашылып, бірақ соны оқып жатқан біздің қазақ азаматтары бар. Бірақ біздің тіл білімін болған, тарихты болған азаматтар оған бармайды ресми тарихта. Әлі сол Сталиннің саясатын жүргізіп жатыр. Ең қорқыныштың қараңыз, 1955 жылы ноябрьде өзінің күнделігіне өсиетін жазып кеткен екен Сталин. Нұсқау өсиет. Қазір жағдай дейді, Қазақстандағы жағдай біздің мақсатымыз жүзеге асуға жақын дейді. Өз жерінде қазір қазақтар 30-40% қана болды. Енді осыны ұстап тұру керек дейді. Осыны ары қарай жүргізе беру керек. Жаңағы кадрларды шектеп қазақтарды көтермеу керек дейді. Жаңағы осы сөзіңіз қатында айтады. Бұл осылардың бәрін жүзеге асыру үшін әуелі бұлардың алдын қатарлы жақтайтын адамдарын көзін жою керек дейді. Бірінші Ахмет Байтұрсыновты атайды. Екінші Міржақып Дулатов, үшінші Әлихан Бөкейханов дейді. Оның қалғандарына тағы басқалар дейді. Міне осыларды жоймай біздің кедергі болатын. Өйткені дейді, біздің Совет өкіметінің саясатын, оның тілді интеграциялауға қазақ тілі бізге кедергі жасайды дейді. Ана халықтардың біздің ұлттық тілге, социализмді бір тілді халық етуге бұлар кедергі жасайды. Сондықтан оны жою керек дейді. Жаңа 55-ші айтады, ешқашанда дейді, ешқашанда бұл мәңгі мәселе Қазақстанды Ресейдің құрамынан құтқаруға болмайды дейді. Мен ойлайсың ғой, неге жауапты? Өйткені дейді, бұл өте қолайлы жерде орналасқан. Батысы, шығысы, солтүстігі бәрі қатынас жасауға да, экономиканы болады, бұлдан айырылуға болмайды деп өсиет қалдырады. Енді біздің тіл мамандары бар, тарихшыларымыз бар, ғалымдарымыз бар, зиялы қауым бар. Өзіміз осы күні осы Сталиннің нұсқауын үндемей жүзеге асырып жатқан сияқтымыз бәріміз. Жаңағы Сталиннің өзі несінде айтады, әуелі бұлар дейді, араб тілінен алшақтату керек дейді. Өйткені бұл мұсылман, исламның тілі, исламға біз кедергі болуымыз керек. Ол үшін латынға көшуіміз керек, халықаралық жағдай деп қояды.
Сөнеге 40-шы жылы 23 майда міне содан бері 86 жыл болды. Кириллді кіргізу керек дейді енді. Сондағы мақсат өзі айтты ғой бір кезде латынға өткізу керек дейді. Енді латынды құрту керек, өйткені Түркияда латынға көшті. Түркияның ықпалы мына түрік халықтарына тарап кетеді дейді. Сондықтан бұның бәрі Кириллға көшіру керек дейді. Кириллға көшіріп осыны дамыту керек, басқа тілді дамытпау керек. Тәуелсіздік алдық. Енді тәуелсіздікті пайдалану жағынан келгенде біз әлі нашарлау, баяу болып отырмыз. Мысалы, емлені біз 1991 жылы 16 декабрь күні жарияладық па? 17 күн тәуелсіздік алдық па? 18, 19, 20 күні қазақ тілінің жаңа емлесін біз жазауымыз керек еді. 35 жылға әлі ол мәселе көтерілген жоқ. 40-шы жылғы 23 майда 86 жыл болады бір айдан кейін. Бір айдан кейін емес, 23-24 күннен кейін. Әлі былқ етпей отырмыз. Ахмет Байтұрсыновтың емле жайындағы айтқаны, Қалел Досмұхамедовтың айтқандары 1% жүзеге асқан жоқ. О кісінің сөз таптары, сөз мүшелері бүкіл қазақ тілінің терминдерін жасады. Әзербайжанға барып жасағанда орыс тілінде жасаған баяндамасы бар. Сол баяндаманы сірә Сталин оқыған болу керек. Өйткені онда орыс тілінің қопармалы тіл екенін, оған біздің ешқандай бағынбауымыз керек екенін ашық айтады ғой. Міне осының бәрін біздің мына зиялы қауым, тіл мамандары білмейінше, бұның мемлекеттік бізді қазақ халқын құрту мақсаты екенін білмейінше, оған қарсы тұруда мықты болмайды. Әркім әр бетімен кетеді. Міне осының бәрін біз ұрпаққа үйретуіміз керек, насихаттауымыз керек. Бір халықты жамандап, бір халыққа қарсы қою мақсат емес. Біздің мақсатымыз тек өз халқымызды, қазақ халқын сауатты, емлесі дұрыс, емлесі тілді дамытуға қызмет ететін емле жасауымыз керек. Осы бағытта қызмет жасауымыз керек.